Шертпек ойыны. Ойынның шарты. Ойын 3 кезеңнен тұрады. Шерту сызығының аралығы шамамен 15 см болады. Бірінші аралық жасыл түс 1 ұпай, екінші аралық сары түс 2 ұпай, үшінші аралық көк түс 3 ұпай, төртінші аралық қызыл түс 4 ұпай, бесінші аралық күлгін түс 5 ұпай. Бірінші кезең. Шерту сызығына 4 асықты шік жағынан тігіледі. 4 рет сұқ саусағымен шерту мүмкіндігіне ие болады. Бірінші кезең бойынша әр бала жеке жинаған ұпайын есептейді. Екінші кезеңде шерту сызығына 4 асық бүк жағынан тігіледі. 4 рет ортаңғы саусағымен шерту мүмкіндігіне ие болады. Екінші кезең бойынша әр бала жеке жинаған ұпайын есептейді. Үшінші кезең. Шерту сызығына 4 асық тәйке жағынан тігіледі. 4 рет бас бармақ саусағымен шертуі тиіс. Үшінші кезең бойынша әр бала жеке жинаған ұпайын есептейді. Төртінші кезең. Шерту сызығына 4 асық алшы жағынан тігіледі. 4 рет бас бармақ саусағымен шертуі тиіс. Төртінші кезең бойынша әр бала жеке жинаған ұпайын есептейді. Бесінші кезең. Шерту сызығына алшы, тәйке, бүк, шік түрінде қойып, әр бала шіктен бастап алшыға дейін 4 рет шерту мүмкіндігіне ие болады. Кіші саусақпен шік асықты, үшінші саусақпен бүк асықты, ортаңғы саусақпен тәйке асықты, сұқ саусақпен алшы асық тұрған шертуі тиіс. Бесінші кезең бойынша әр бала жеке жинаған ұпайын есептейді.